Endi S тобунун эсептерин чыгаратын боламыз. 19'da 15'ten birincisini çağırayım. X'in 4 derecesi azaytılgan 13x kvadrat qo'shilgan 36 kişinin eşitliğin 0 gen. Aldымен başka esepler çekeyim. Aldымен tengdeu 0'ga tengestiriп x'терди тауып аламыз. Функцияның нөлдерін тауып аламыз. x4 азайтылған 13x kvadrat qo'shilgan 36 тең 0'ga. Бұл жерде бұл теңдеуді шешу үшін x kvadratты biz almashtiramız. Y bilan almashtiramız. X kvadrat тең y болса, bunda x'in 4 derece olsa, o y kvadrat болады. Y kvadrat болады. Енді x4'тің орнына y kvadrat жазсақ, азайтылған 13y qo'shilgan 36 тең 0'ga. Енді бұл жерден y kvadrat azaytılgan 9y azaytılgan 4y qo'shilgan 36. Buni biz diskriminant tәсілімен шығарсақ та болады, немесе жіктеу арқылы шығарсақ та болады. Жіктегенде екі санды қоссақ 36, қоссақ минус 13, көбейтсек 36 шығу керек. Ол минус 9 мен минус 4. Минус 13'ті минус 9 мен минус 4 деп жазып алдық. Y-ті жақшадан шығарсақ y минус 9. Екіншісінде топтау тәсілі арқылы жіктейміз. Сонда минус 4'ті жақшадан шығарсақ y минус 9 болады, тең 0'ga. Y минус 9'ты жақшадан шығарсақ ортақ көбейткіш болады. Екеуінде де y минус 9 бар, екіншісі y минус 4 болады, тең 0'ga. Бұл жерден y тең 9, және y тең 4 шығады. Біз x kvadratты y пен өрнектеген болатынбыз. Сонда x kvadrat тең 9 болса, x тең плюс минус 3 болады. X kvadrat тең 4 болса, x тең плюс минус 2 болады. Енді соның бәрін сандар түзуінде көрсеткенде кішісінен үлкеніне қарай белгілейміз. Минус 3, минус 2, 2. Енді сол интервалдардағы таңбаларды табуымыз керек. Біз бұған дейін бір санды алып қойып көрген болатынбыз. Енді сол санды, сол таңбаны есептеудің басқаша тәсілін қолданамыз. Мысалы, 3-тен үлкен ол үшін ең басындағы теңсіздікке қараймыз. Ең басында берілген теңсіздікте x4 азайтылған 13x kvadrat қосылған 36. Бұл жерде ең үлкен дәрежелі айнымалы x-тің 4 дәрежесі. Ең үлкен дәрежелі x4, ал оның таңбасы плюс болып тұр. Плюс болса, онда ең оң жағы, сандар түзуіндегі ең оң жақ плюс болады. Плюс болады. Енді әр функцияның әр нөлдері болған сайын ауысып отырады. 3-тен кейін минус, 2-ден кейін плюс, минус, плюс. Сонда жауап бізге нөлден кіші немесе тең 0'ге солар керек. Онда минустарды аламыз. Минустар бізде минус 3-тен 2-ге дейін, 2-ден 3-ге дейін. Сонда жауабы минус 3-тен минус 2-ге дейін. Тік жақшамен болады, екен кіші немесе тең дегені бар. Біріккен 2-ден 3-ге дейін. Келесі 5-шісі x kvadrat минус 4x плюс 4 көбейтілген 3x kvadrat минус 2x минус 1 кіші немесе тең 0'ден. Бұл жерде де әр жақшаны жеке-жеке жіктеп аламыз. Сосын барлығын шыққан функцияның нөлдерінің барлығын сандар түзуінде белгілейміз. Біріншісі x kvadrat минус 4x плюс 4. Бұл бізде x kvadrat минус 2 көбейтілген x көбейтілген 2 плюс 2-нің квадраты. Немесе x минус 2-нің квадраты деп жазсақ болады. Екіншісі 3x kvadrat минус 2x минус 1. 3x kvadrat минус 1. Бұнымыз 3x kvadrat минус 3x плюс x минус 1 деп жазсақ болады. 3x'ті жақшадан шығарсақ x минус 1 плюс x минус 1. Бірді жақшадан шығарсақ x минус 1. Енді x минус 1-ді жақшадан шығарсақ 3x плюс 1. Сонда
функцияның нөлдерін тапқанда x тең 1 болады, x тең минус 3-тен 1 болады. X тең 2 болады. Соларды сандар түрінде белгілейміз. Біріншісі бізде минус 3-тен 1 болған. Екіншісі 1 болды. Келесі 2. Интервалдар. Енді бұл жерде тағы санды қойып көрсек болады. Немесе одан да оңай жолы таңбаларына қараймыз. Ең үлкен дәрежелердің таңбаларына қараймыз. Бірінші x квадрат болып тұр, ең үлкен. X квадраттың таңбасы плюс, 3x квадраттың таңбасы плюс. Сонда плюс пен плюс көбейткенде плюс шығады, онда оң жақ плюс болады. Енді 2 деген бізде 2-нің дәрежесі 2 болып тұр. Квадрат болып тұр. Сондықтан квадрат болған үшін бұның екі жағы бұл жерде таңба ауыспайды. Плюс болады. Қайтадан плюс болады. Ал келесі 1 рет кездескен үшін, немесе таңба дәрежесі 1 болған үшін, тақ дәреже болған үшін келесі ауысады, минус болады. Минус 3-тен 1, бұның да дәрежесі 1 болғандықтан ол да ауысады плюсқа. Ал бізге кіші немесе тең 0-ге керек. Сол үшін минус 3-тен 1 мен 1-дің арасында болады. Тік жақша болады. Келесі 8-ші есеп 5x квадрат плюс 6x плюс 1 көбейтілген x4 минус 6x куб плюс 9x квадрат кіші немесе тең 0-ден. Бұл жерде 0-ге теңестіріп, тағы функцияның нөлдерін табуымыз керек. 5x квадрат плюс 6x плюс 1 x4 минус 6x куб плюс 9x квадрат. 5x квадрат бірінші жақшаны жіктеп алайық. 5x квадрат плюс 5x плюс x плюс 1. 5x жақшадан шығарсақ, x плюс 1 қосылған x плюс 1. Енді x плюс 1-ді жақшадан шығарсақ, 5x плюс 1. Енді екінші жақшада x квадрат ортақ көбейтіп, x квадрат шығарсақ, x квадрат минус 6x плюс 9. X квадрат минус 2 көбейтілген x көбейтілген 3, 6x 2x көбейтілген 3 плюс 9-ды 3-тің квадраты деді. X квадрат x минус 3-тің квадраты формасына кетіп тұр. Сонда бізде x плюс 1 көбейтілген x көбейтілген 5x плюс 1 көбейтілген x квадрат көбейтілген x минус 3-тің квадраты 0-ге теңестіреміз. Сонда x тең минус 1, x тең минус 5-тен 1, x тең 0, x тең 3. Енді осыларды сандар түрінде белгілегенде бірінші минус 1, келесі 5 минус 5-тен 1, келесі 0, келесі 3. Интервалдар. Енді таңбаларын белгілегенде ең үлкен дәрежелерге қараймыз. Біріншісінде x плюс 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 таңбалар төртеуінде де плюс, көбейтсек плюс шығады. Онда ең оң жақ плюс болады. Енді 3 деген мына жерден шықты. X тең 3 мына жерден шықты. X минус 3-тің квадраты екінші дәреже болып тұр. Онда 3-тің оң жағы мен сол жағының таңбалары бірдей болады. Оң жағы плюс болса, сол жағы да плюс болады. Келесі 0. 0 деген x тең 0, мына жерде x квадраттан шықты. X квадрат дәрежесі 2 болған үшін, бұның да оң жағы да сол жағы да плюс болады. Бірдей болады, таңбасы бірдей болады. Минус 5-тен 1. 5x плюс 1-ден шықты, дәрежесі 1, онда таңбалар ауысады. Оң жағы плюс болса, сол жағы минус болады. Минус 1.
x плюс 1'ден шықты. Таңбасы дәрежесі 1. Сондықтан ауысады. Енді бізде кіші немесе тең 0-ге дейді. Сонда жауабы минус 1 мен минус 5-тен 1-дің арасында. Минус 1, минус 5-тен 1. Тік жақшымен. Келесі 9-шы есеп x квадрат плюс 4x минус 1 бөлінген x квадрат плюс 4x плюс 3 кіші немесе тең 1 бөлінген x плюс 1. Бұл жерде теңсіздіктерде оң жағында тек 0 тұру керек. Сол үшін 1 бөлінген x плюс 1-ді сол жаққа өткіземіз. X квадрат плюс 4x минус 1 бөлінген x квадрат плюс 4x плюс 3 азайтылған 1 бөлінген x плюс 1 кіші немесе тең 0-ден. Енді бірінші ортақ бөлімді табуымыз керек. Ортақ бөлімді табу үшін бірінші бөлшекті бөліммен жүктеп аламыз. X квадрат плюс 4x минус 1 бөлінген x квадрат плюс x плюс 3x плюс 3 x плюс 1. Сонда x квадрат плюс 4x минус 1 бөлімі x плюс 1 плюс 3 x плюс 1. Енді x квадрат 4x минус 1 бөлінген ортақ бөлім x плюс 1 x плюс 3. Көбейткішке жіктелгенде x плюс 1 x плюс 3 болады. Енді ортақ бөлім керек бізге. Ортақ бөлім x плюс 1 x плюс 3. Сонда біріншісіне 1-ден береміз. Бірінші бөлшекке. Екінші бөлшекке x плюс 3-ті береміз. Сонда x квадрат плюс 4x минус 1 1-ге көбейткенде өзі шығады. X плюс 3-ті 1-ге көбейтеміз. Алдында минусы бар. X плюс 3 кіші немесе тең 0-ден. Енді x квадрат плюс 4x минус 1 жақшаны ашсақ минус x минус 3 x плюс 1 x плюс 3 x квадрат 4x'ten x азайтсақ 3x минус 1 минус 3'іміз минус 4 x плюс 1 x плюс 3. Енді теңсіздіктің анықталу облысын табамыз. Анықталу облысы бөлімдер 0-ге тең болмау керек. Бөлімде x плюс 1 мен x плюс 3 бар. X тең емес минус 1-ге, x тең емес минус 3-ге. Екеуі анықталу облысы болады. Ал енді алымын шығаратын болсақ x квадрат бұл жерде де жіктеуіміз керек. Плюс x минус 4x минус 4 бөліміндегілерді көбейту ретінде жазам. X плюс 1 x плюс 3. X жақшыдан шығарсақ x плюс 1 минус 4 жақшыдан шығарсақ x плюс 1 x плюс 1 x плюс 3. Енді x плюс 1 ортақ көбейткіш x минус 4 x плюс 1 x плюс 3. Нөлден санағанда x тең минус 1 x тең 4 x тең минус 1 x тең минус 3. Сандар түзілді. Минус 3 бізде ашық болады. Сосын минус 1 2 рет кездесіп. Сосын 4 интервал. Бізде тағы ең үлкен дәрежелер қарайтын болсақ x квадрат
x ар жақшада плюс бәрін көбейткенде тағы плюс шығады. Оң жақ плюс болады онда. 4 бір рет кездескен үшін 4-тен кейін ауысады, минус болады. Минус 1 2 рет кездескен үшін минус болып қала береді. Минус 3 бір рет кездескен үшін ауысады. Сонда бізге нөлден кішілер керек. Теңсіздіктің шешімі минус 3 пен минус 3-тен минус 1-ге дейін, минус 1-ден 4-ге дейін болады. Минус 3 пен минус 1 анықталу облысы бойынша анық жатпайды, сондықтан олар жай жақшамен болады. Минус 3-тен минус 1-ге дейін біріккен. Минус 1-ден 4-ге дейін. 4-те тік жақша болады, өйткені іші боялып тұр. Жабық болады. Келесі 11-ші есеп. 11-ші есепте де бөлшек, екі жағында да бөлшек бар. Біз оң жағында 0-ді алдық, оң жағындағы бөлшекті сол жағға өткіземіз. X квадрат минус 5x плюс 11 бөлімді жүктеп аламыз. Бізге ортақ бөлім табуға керек болады. X квадрат плюс x минус 2x минус 2 плюс 7 бөлінген x плюс 1 кішіне тең нөлден. X квадрат минус 5x плюс 11 бөлінген x жақшадан шығарсақ x плюс 2 x плюс 1 минус 2 жақшадан шығарсақ x плюс 1 плюс 7 бөлінген x плюс 1 кішіне тең нөлден. Енді x квадрат минус 5x плюс 11 бөлінген x плюс 1 ортақ көбейткіш болып тұр. X минус 2 қосылған x плюс 1 кішіне тең нөлден. Біріншісінде x плюс 1 x минус 2 ортақ бөлімі x плюс 1 x минус 2 болады. Екінші бөлшекке x минус 2-ні көбейтеміз. Сонда біріншісін алыңыз, толып қалады. X квадрат минус 5x плюс 11 қосылған 7 көбейтілген x минус 2 бөлінген x плюс 1 x минус 2 бұл жерден x квадрат минус 5x плюс 11 плюс 7x минус 14 бөлінген x плюс 1 x минус 2 алымында x квадрат минус 5x плюс 7x минус плюс 2x 11 минус 14 минус 3 x плюс 1 x минус 2. Енді алымын жіктейтін болсақ x квадрат плюс 3x минус x минус 3 x плюс 1 x минус 2. X жақшадан шығарсақ x плюс 3 минус 1-ді жақшадан шығарсақ x плюс 3 бөлінген x плюс 1 x минус 2 x плюс 3 ортақ көбейткіш. Екінші жақшада x минус 1 қалады. Бөлінген x плюс 1 x минус 2 анықталу облысы бойынша x минус 1-ге тең бола алмайды, x 2-ге тең бола алмайды. Ал енді бөлімдегі көбейту ретінде жазып алсақ x плюс 3 x минус 1 x плюс 1 x минус 2 кішіне тең нөлден. Сонда x тең минус 3 x
тең 1, x тең минус 1, x тең 2. Белгілейтін болсақ, минус 3. Минус 3'тің 3'ü жабық болады. Минус 1. Минус 1 ашық болады. Өйткені анықталуы бұл сонша тең бола алмайды. 1. 1'дің 3'ü жабық болады. 2. 2 ашық болады. Өйткені анықталуы сонша тең бола алмайды. Интервалдар. Енді бізге таңбаларын қарайтын болсақ, барлығы жақшада плюс x-тің ең үлкен дәрежелердің таңбалары плюс, көбейтсек плюс болады, онда оң жақ плюс болады. Енді 2 деген бізде бір рет кездеседі, сондықтан ауысып минус болады. 1 ол да бір рет кездеседі, ауысып плюс болады. Минус 1 бір рет кездеседі, ауысып минус болады. Минус 3 бір рет кездеседі, ауысып плюс болады. Сонда бізге кіші тең 0 керек, онда минустарды аламыз. Минус 3'те минус 1-ге дейін, 1-ден 2-ге дейін. Минус 3 жабық болған үшін тігі жақша, минус 1 ашық, жай жақша. 1 тігі жақша, 1-ден 2-ге дейін 2 жай жақша.